Сондай өтірікті қайдан құрастырып аласыз деген мына сұраққа жауап бергім келеді. Иә, намаз оқыңыз, Құдайға сеніңіз, бірақ егер сіздің миыңызда шектеулер болатын болса, ол сіздің Құдайдың берген ризығын өзіңіз қабылдамай отырсыз. Өйткені өзіңіздің миыңызда шектеу бар. Барымызға бірдей Құдай, Алла тағала бірдей ризық несібен беріп қойған, тек өзіңіздегі миыңыздағы шектеулер арқылы соны қабылдай алмай отырсыз. Мысал ретінде өзіме келген бір адамды айтатын болсам, ол жұмысына барған кезде мына есіктен кірсем бүгін менің жолым болады, мына есіктен кірсем жолым болмайды деп миына шектеу қойып қойған. Сонда мен айтамын ғой, сіз сонда Алла тағала сізге бұл есікті де берді, келесі есікті де берді, тек сіз өзіңіздің миыңызға осыны шектеу ретінде қойып қойғансыз. Сіз енді бұдан былай Алла сізге қай есікті кірсем де менің ризығымды көбейтеді деген сияқты осындай таракандар, блоктар, установкалардың арылған кезіңізде сізде өміріңізде де өзгерістер пайда болады. Бұл бір ғана мысалға бір адамда қаншама осындай установкалар, блоктар болады, сол арқылы өміріне сондай бір негативтерді өзіне шақырып алады. Бұл адам өзінің таңдауы, оның айырылып, сіз өзіңіздің Алланың берген ризық несібесін аламыз десеңіз, проработкаға, терапияға жазылсаңыз болады, немесе өзіңізбен